Сәлем, құрметті оқырман. Әңгіме мұнасы астына лайк басып өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Шын махаббат ол тек қиял мен фантазия емес. Шын махаббат деген өз жарыңды күту. Шын махаббат деген өз жарыңа берік болу. Шын махаббат ешқашан таусылмайды. Шын махаббат барлығынан қорғайды, үміт береді, бәріне шыдайды. Қуаныш пен қайғыда, ауру мен амандықта ешқашан кетпейді. Шын махаббат өмірде бір-ақ рет болады. Бізге керектің барлығы махаббат. Әрбір адам өмірінде шынайы махаббатты тапқысы келеді. Оны тапқан соң сол әсем сезім мәңгіге созылса екен дейді. Барлық адамзат шығыста болсын, батыста болсын, махаббаттың мәңгілік болуын тілейді. Мысалы, батыстың Ромео мен Джульеттасы, қозы көрпеш пен баян сұлу. Шын махаббат өмір бойы болуы керек. Неге деп ойлайсыз? Бірінші себеп, өкінішке орай адам өмірі қысқа. Өз уақытыңды сүймейтін адамға арнау өте өкінішті. Осындай ғажайып және сұлу сезім біздің өмірімізге көктем алып келеді. Біз өз сүйіктіміздің қасында болсақ, өзімізді жеңіл, көңілді, бақытты сезінеміз. Өткен шаққа өкініп, келер шаққа алаңдай бермей, бәрін ұмытып, осы шақпен өмір сүре бастаймыз. Және жарыңмен өткізген уақытпен рахаттанамыз. Сонымен қатар, қасыңдағы жарың сені әрқашан қолдап, күш-жігер беріп, берік болып махаббатына бөлесе, осы өмірдің барлық қиындықтарынан өтіп, өз мақсаттарына жетесің. Екінші себеп, шын махаббат неке тұрмысты ұзақ және үйлесімді қылады. Сондай отбасында өскен балалар бақытты болады. Өз ата-анасынан сүйіспеншілікті үйренеді. Сондықтан махаббат деген ғажайып нәрсе, іздеуге және күтуге лайық. Махаббатымызды бағалайық, құрметті оқырман. Өз қасыңыздағы жарыңызды сүйіспеншілікке бөленіп, әрқашан бақытты болайық.